Ауыл шаруашылығы ел экономикасының негізгі драйверлерінің бірі. Осы бағытта Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетінде жасанды интеллект пен заманауи технологияларға негізделген ауыл тех жаңа мамандығы ашылды. Жаңа бағыт ауыл шаруашылығын цифрландыруға бейімделген мамандар даярлауға мүмкіндік береді. Ауыл тех мамандығы осы жылы бастау алғанымен, түсетін талапкердің саны 3-тен 1-ін құрайды. Ауыл шаруашылық бағдарламасында жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды агросалада қолдануға басымдық беріледі. Себебі ауыл шаруашылығы да уақыт талабына сай жаңарып, технологиялық мамандарға сұраныс артып келеді. Қазақстан қандай мемлекет десе, көп жағдайда шетелдік азаматтар Қазақстанды аграрлық республика, аграрлық мемлекет ретінде біліп таниды. Оның ішінде біздің Жамбыл облысы енді мынау аграрлық өңір, аграрлық регионға жатайды. Сондықтан біздің енді Жамбыл облысында негізінен мынау ауыл шаруашылығына байланысты мамандар аса қажет. Сол үшін біздің университеттің енді басқа жоғары оқу орнына қараған кезде негізгі ерекшелігі осы бағытта мамандарды дайындау. Соңғы жылдары енді біз бірнеше жаңа мамандықтар аштық. Ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы деген сияқты. Мұнда теориямен қатар тәжірибеге де ерекше көңіл бөлінеді. Студенттер өндірістік практиканы университеттің арнайы агробиологиялық орталығында өтеді. Оқу орны тәжірибеден өтетін жастар үшін жатақханадан да орын қарастырылған. Енді ауыл шаруашылығына түскен балаларға бізде өзімізде жақсы инфрақұрылым жасалған. Біріншіден енді үлкен агробиологиялық орталық бар, 8 гектарды жерді алып жатыр. Ол жерде балаларға жататын енді 2 апталық практика кезінде 84 орынға жақсы жатақханасы да бар. 8 гектарды алып жатқан осы агробиологиялық орталықтың базасында балалар өндірісте практикадан өтеді, аграрлық мамандыққа түскен. Бүгінде жасанды интеллект көптеген саланың жұмыс үдерісіне еніп жатыр. Мамандардың болжамынша, алдағы 10-15 жылда ауыл шаруашылығында цифрлық технологиялардың рөлі айтарлықтай артады. Сондықтан агросаланы технологиямен ұштастыратын жаңа мамандықтың өңір үшін маңызы зор. Бекзат Аширбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құсаубек, Қордай 24 Ньюс.